Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің есімім Абутәлі Байшолпан. Және де бүгінгі сұхбатымыз Әділдік жолы РКБ Шымкент қалалық филиалының басшысы Кесебаева Айжан Өмірзаққызымен болады. Бүгінгі біздің алғашқы сұрағымыз: сіз ізгілік туралы қайдан білдіңіз? Ізгілік туралы өзім заңгер, кәсіби медиатор болып қызмет атқарып жүрген кезде біз бір жиындарда осы ізгіліктің басшысы Асхатпен таныстық. Содан кейін осы Асхаттың ізгілік деген үлкен қайырымдылық қоры бар екенін, қалада үлкен қызмет атқарып жатқанын сол арқылы білдім. Яғни бірінші қорды таныған жоқпын, бірінші қордың басшысымен танысқан жағдайым бар. Неге жақсылық жасау үшін осы ізгілікті таңдадыңыз? Несімен сізге қызықты болды? Қазір енді бізде өкінішке орай заңгер болғаннан кейін ол біздің басымыздан өтіп жатады. Қайырымдылықты желеу қылып, басқа ниетпен қызмет атқарып жатқанда өкінішке орай ондай үкіметтік емес ұйымдар бар. Мен ізгілікті не үшін таңдадым? Себебі менің сенімімнен шықты. Қандай да бір жақсылық жасаған кезде, қандай да бір қоғамға пайдам тигізейін деген кезде, сенің ниетіңнен бөлек, сенің шығарған жақсылығың, көрсеткен жақсылығының тиісті адамдарға тиісінше жетуін қалайсың. Менің 100% сеніммен айта аламын, ізгілік қайырымдылық қорына қандай да бір біздің қосқан үлесіміз ол мұқтаж жандарға 100% жетеді. Яғни бұл жерде менің сенімділік, яғни 100% менің өзім сенімнен шыққан қоғамдық қор. Яғни сізге осы ізгілікте жұмыс жасаған уақытыңызда өзгеге жақсылық жасау ұнай ма, немесе сізге жақсылық жасағандағы әсерлер ұнай ма? Жалпы сыйлық беру, сыйлық алу ұнай ма, және сыйлық беру ұнай ма деген сияқты нәрсе ғой. Кез келген адам сыйлықты ала алады, алу бәріміздің қолымыздан келеді. Ол бір табиғаттың заңдылығы деп айтуға болады, бірақ шын жүрегіңмен, жүрегіңе түсірмей дүниені, соны бөліп беру ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Және одан сезілетін сезім ол өте ерекше деп айта аламын. Өзі біздің шариғатта да бар ғой, алушылардың емес, берушілердің қатарына етсін деп. Мына беруші болған кезіңде сен өзіңнің жүрегіңе дүниені жүрегіңе түсірмей, қолыңнан қолға беруді үйренген кезде ол керемет сезім. Сондықтан мен өзім табиғатым сондай адам, алғаннан гөрі бергенді жақсы көремін. Енді осы жақсылыққа байланысты жастарға қандай кеңестер берер едіңіз? Кеңестер айтып өтсеңіз. Бізде енді жастарға ең бірінші нәрсе ол жақсылыққа жандары құмар болса екен деген мен ниетім бар. Себебі қазіргі кезде жастарды көше тәрбиелеп жатыр, әлеуметтік желі тәрбиелеп жатыр. Бізде жаңа кинолар, жаңағы неше түрлі басқа әртүрлі нәрселер, техника дамыған заман болғаннан кейін балаларды, жастарды одан шектей алмаймыз. Сондықтан қазір балалар, мен айтатын едім, жастар адасып жүр. Қазір өзінің бір несін таба алмай, өткен ақпарат өте көп болғаннан кейін жастардың тарапынан да адасушылық көп болады. Сондықтан жастарға айтқым келеді, мүмкіндігінше жандарыңызды жақсы адамдармен қоршаңыздар. Себебі адамды қалыптастыратын ол орта. Сондықтан егер сіздің жетістікке жеткен бизнесмендеріңіз өзі бар ғой, егер сенің жан-жағыңда 4 неудачник болса, 5-шісі сенсің дейді. Сенің жан-жағыңда 4 миллиардер болса, 5-шісі сенсің. Егер сіздің жан-жағыңызда 4 рухани дамыған, жүрегі ашық, жомарт, жақсы жан болса, онда сіз 5-ші жақсы жансыз. Сондықтан мен айтатын үлкен бір өсиетім, жан-жақтарыңыздағы адамдарға фильтр қойыңыздар, тазалаңыздар. Тек қана жақсы адамдармен араласуға, жақсылықтың ортасында болуға ұмтылыңыздар. Енді ізгілікке айтар қандай ұсыныстарыңыз бар? Қандай идеяларыңыз бар? Жалпы ізгіліктің волонтерларына қатысты, жалпы ізгіліктің қазіргі алып жатқан бағытына қатысты біздің ұсынысымыз, енді ұсыныс жоқ, тілек деп айтайықшы, жұмыстарына сәттілік тілейміз. Көріп отырмыз, өткенде 4 жылдық мерейтойларыңызға бара алмадым, бірақ жеке өзім кіріп, қызметкерлерді құттықтап кеттім. Себебі көз алдымда, мен өзім Шымкент қаласында жүргеніме көрі 3-4 жыл, көз алдымда өзін жасап жатқан үлкен бір жоба бұл. Осы жоба өзінің жалғасын таба берсе екен. Қандай да бір жақсылықты жасаған кезде әрине жақсы адамдар кездеседі, бірақ өкінішке орай аяқтан шалғысы келетін, сенің қызметіңді, сенің жасап жатқан жақсылығыңды, қайырымдылығыңды басқа мақсатта қолданғысы келетін адамдар болады. сондықтан ізгілікке айтқым келеді, жолда кездесетін ешқандай кедергілерге мойымай, осы жақсылық жасауда көш басшы болып жүре берсін дегім келеді. Енді сіз айтып отырсыз ғой, бас кезінен, ізгіліктің қаланған кезінен бастап жанында жүрмін деп. Енді
болашақта ізгілікті қалай көресіз, қандай бейнеде елестетесіз ізгілікті? Жалпы ізгіліктің жастарын 2-3 рет жолыққаным бар, арнайы кездесулерде де болдым. Одан кейін басшыларымен де қазір жақсы араласам Асхатпен. Сондықтан мен бұл жерде тазалықтың бар екенін сенемін. Тазалық болған жерде ол материалдық тұрғыдан тазалық емес, жүректің тазалығы, ниеттің тазалығы болған жерде ол ұзақ болады өмірі. Сондықтан мен ізгілікті тек қана Шымкент қаласының аумағындағы емес, республика деңгейінде, әлемдік деңгейде бізде бар ғой, ЮНИСЕФ деген үлкен жобалар бар. Әлемдік деңгейдегі мәселелерді шешіп жатқан, мысалы Африкаға су деген жүргізу деген сияқты, осы тек қана Шымкенттегі бір әлеуметтік экономикалық мәселелер емес, әлемдік деңгейдегі глобальный мәселелерді шешетін бір үлкен қор деп айтпай ақ қояйыншы, бір үлкен бір институтқа айналуына тілектеспін. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Әрқашан сіздерді бақылап отырамыз. Кез келген көмекке, ынтымақтастыққа ашықпыз. Мен өзім ізгілікте заңгер болып, тегін заңгер ретінде, волонтер ретінде мен де тіркелген, мен де волонтермін. Сондықтан кез келген сіздердің тарапыңыздан қандай да көмек керек болса, біз көмектесуге дайынбыз. Бүгінгі сұхбат үшін сізге көп рахмет. Тың идеяларға, бізге деген жылы лебіздеріңізге. Бұл біздің ұйым үшін өте қымбат және де өте әсерлі болды. Рахмет сізге. Рахмет.